Сосын пайғамбарымыз салсамға бір сахабалар келіп сұрақ қояды: "Я Расулалла, ана жақта бір әйел кісі бар, парыз намазы былай тұрсын, нәпілдерді оқиды түнде" дейді. "Оразаның Рамазаны былай тұрсын, нәпіл оразаларды ұстайды күндіздері" дейді. "Сосын садақа береді" дейді, ол көп садақалар береді дейді. Тағы да неше түрлі амалдарды істейді. Бірақ та ол әйел дейді, өзінің көршілерін, тағы басқа адамдарды тілмен солай ренжітеді. Солай зиян тигізеді деген кезде сүйікті пайғамбарымыздың сөзіне назар аударыңыздар. Онда бұл әйелдің ішінде хайыр жоқ дейді. Ойлаңызшы, бүйтіп айтады деп те ойламаймыз. Бірақ Алланың досы айтты, ол тозақтықтардан болған әйел ғой дейді. Неге? Тақуалық киімі жоқ, жан кимеген. Сондықтан тақуалық киімі ол бірінші орында тұрған киімді. Одан кейін айтады олар, тағы бір әйел кісі бар дейді. Ол парыз намаздарын оқып жүр, шамасы келгенше парыз оразаны ұстап жүр. Бір азғантай ғана берген садақасының өзі бір мардымсыз дейді. Бар нәрсесін беріп отыр ғой. Онда пайғамбарымыз салсам айтады, "Хия мин ахлил жанна", сол ғой жәннаттықтардан дейді. Сондықтан сыртымыз барып таразыға түспейді екен ертең. Ішіміз түседі.